Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен бірге Айдана. Бүгін сүзбелі тоқаштар дайындайтын боламыз. Ең алдымен менің YouTube арнамды жоғалтып алмас үшін және де жаңадан шығып жатқан рецепттерді жіберіп алмас үшін әрдайым менімен бірге болыңыздар. Подписация батырмасын басып, арнама тіркеліп алыңыздар. Тіркеліп алған болсаңыздар, тоқаштарымызды дайындауға кірісейік. Сүзбелі тоқаш дайындау үшін бізге сүт қажет болады, шекер қажет болады, жұмыртқа қажет болады. Осы 3 ингредиентті жақсылап араластырып алу қажет алдымен. Осы массамыздың үстінен сары майымызды ерітіп, осылай салып, жақсылап араластырып аламыз. Енді бұл массамызға тұз қосамыз және де ашытқы қосатын боламыз. Енді осының барлығын жақсылап араластырып, қазір ұнымызды қосып, ұнды алдын ала електен өткізіп алыңыздар. Ұнымызды қосып, қамыр илейтін боламыз. Қамырымызды илеп болғанымыздан кейін ыдысымыздың бетін жауып, қамырымызды жылы жерге біраз уақытқа ашуға қоямыз. Қамырымыз ашығаннан кейін осылай қамырымызды бірнеше бөліктерге бөліп алатын боламыз. Қамырды осылай бөліп алғандарыңыздан кейін осылай кішкене домалақ формаға келтіріп, табамызға жайғастырып, қамырымызды тағы да біраз уақытқа дем алуға, көтерілуге қоятын боламыз. Қамырдың бетін жауып алып қоясыздар, шамамен 10-15 минутқа. Қамырларымыз тағы да дем алып, кішкене көтерілгенше біз салмамызды дайындайтын боламыз. Ол үшін таза ыдысымызға жұмыртқамызды жарып салып, үстінен сүзбелі массамызды қосатын боламыз. Мен таңдаған сүзбелі массада шекер болғандықтан мен шекер қосқан жоқпын. Жұмыртқа мен сүзбемізді осылай жақсылап араластырып аламыз. Дайын болған қамырымызды осылай саусақтарыңызбен ортасынан осылай басып шығып, қайтадан демалуға қоясыздар. Кейін тағы шамалы уақыттан кейін осылай сүзбе салатын орынды саусағыңызбен жасап алсаңыз болады. Енді тоқаштарымыздың ортасына салмамызды салып, бетіне жұмыртқа жағып, 180 градуста 10-15 минут шамасында тоқаштарымызды пісіріп алатын боламыз. Міндетті түрде тексеріп тұрыңыздар. Пеш әркімде әрқалай болуы мүмкін. Сондықтан тексеріп тұрыңыздар. Мінекей, сүзбелі тоқаштарымыз дайын болды. Өте дәмді, жұмсақ болып шықты. Міндетті түрде осы рецепт бойынша дайындап көріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын. Және де менің YouTube арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Видео ұнап жатса, сіздерден лайк, комментарий бөлімінде пікірлеріңізді күтетін боламын.